Тышқан жылы. Тышқан жылы туған жандар өз дегеніне қандай жолмен болса да жетпей қоймайды. Өз қалауы болса, кез келген жанды көзімен сындырып өзіне баурап алуға шебер. Ашық мінезді, жігерлі, әрі пысық келеді. Айналасындағылармен қарым-қатынасы жақсы болғанымен, тышқандар әрдайым бірінші кезекте өздерін ойлайды және ешқашанда өзінің үлесін, десін жіберіп қарап тұрмайды. Олар өздеріне қатысты маңызды дүниелерді сыртқа шығара бермейді. Сөйлескенді және көпшілік ортада болғанды ұнатады. Кейбірі шектен тыс бәдік болуы мүмкін. Олар ешқандай қиындықсыз-ақ кез келген ортаның гүлі болып, керек десеңіз басқару және ұйымдастыру шараларын өздері ағылып әкетеді. Дегенмен де көпшілік ортада аңқылдақ болып көрінгенмен, оның эмоциясының артында бәрінің есебі тұрады. Тышқан жылғылар сырт көзге өте қарапайым адам болып көрінгенмен, әр нәрсенің парқын білетін, парасатты, әрі ой өрісі кең адамдар. Қарапайымдылығына қарап, оларды жай адам санайтындар қатты қателеседі. Шаруаларды атқаруға келгенде, тышқан жылғылар алдына жан салмайды. Ең бірінші кезекте өздеріне ғана арқа сүйейді. Олардың еңбекқорлығы соншалықты өзгелердің көмегіне жүгінуден, тағдырдың тосын сыйларынан үміттенбейді, тіпті тегін дүниелердің өзіне де аса сақтықпен қарайды. Өздерінің өмірлік және кәсіби тәжірибелеріне сүйеніп, нақты дүниелерді ғана қолға алып, бастаған ісін ешқашанда аяқсыз қалдырмауға бейімделген. Қоғамда тышқан жылғылардың беделі, абыройы баршылық. Олардың жауапкершілік арқалай білуі, жігерлілігі өзгелердің сеніміне ие болуға септігін тигізеді. Бір жағымсыз мінезі өзгелерді басқарып, бәрін толықтай бақылауда ұстағысы келетіні. Кеңес қажет болса ақылын айтып, сізді толық тыңдай алады. Көмек қажет болса сөзбен ғана емес, іспен де көмегін тигізеді. Бірақ сіздің әрекетіңіз тышқан жылғы адамның ішкі заңдылықтарына қарсы шықпауы керек. Тышқан жылғылар уақытты көңілді, әрі белсенді өмір салтын ұстанумен өткізгенді жөн санайды. Сырт көзге бүгінін ғана ойлайтын адам болып көрінеді дейтіндер де табылады. Бірақ та тышқан жылғылар әрқашанда ертеңгі күнін, болашағын естен шығармайды. Бұл жылы туған адамдарға ақылмен, логикамен байланысты мамандықтар қолайлы келеді. Мысалы, журналистика, жазушылық, шешендік өнер, саясаткер, жетекші, әртіс, ұстаз және кәсіпкерлік сынды салалар өте қолайлы. Өмірдің қай саласы болмасын, тышқан жылғылар жеңіл әрі қарапайым жолдарды таңдай бермейді. Не істесе де алдын ала барлығын ойластырып, бірнеше қадамын алдын ала жоспарлайды. Тышқан жылғылар көбінесе іскерлік өмірде жылдам әрі оңай көтеріледі. Ең қызығы, олар өз жетістіктерін, мәртебесін өзгелерге көрсете бермейді, яғни өзін жарнамалаудан алшақ жүреді. Ақшаға келгенде, оларды нағыз есептің маманы деуге болады. Кірісі мен шығысын сауатты есептеп отырады. Әр тиынының қадірін біледі. Егер жалқаулық танытпаса, сондай-ақ күдікті ортаның адамдарының арасында өзін жоғалтып алмаса, тышқан жылғылар дәулетті адамдардың қатарынан көріне алады.